МТЗ-80 тракторы. Ал оның артындағы тұрған агрегат бұл ГВН-5. Грабли, ворошилки навесные. 5 тұрмауышы бар. Шөп шапқан кезде бұл өте ыңғайлы. Бізде турецкая роторная косилка бар. Солмен бір шабамыз, мысалы 5 шөлақ қалған кезде, енді бір 5 волок кішігірім дейік жарайды. Ол 5 волокты мысалы біз оң жақтан сол жаққа қарай осы тұрмауышпен жүріп, Алланың қалауымен соны лақтырып отырамыз да. Яғни 5 шөлақ болса, оны оң жағынан сол жағына қарай лақтырады бірінші барған кезде, сосын әр жақта айналып келген кезде, ол сол оңнан солға қарай тағы да лақтырады. Сонымен бізде 3 волок болады, бір-біріне жақын. Сол 3 волокты тағы бір осы 5 тұрмауышты тұрмамен өткен кезде, ол бір волокқа айналады, Алланың қалауымен. Ол волокты бізде шөп итергіш бар өзі. Мынау МТЗ-892-де 2 деген тағы жаңа трактор бар. Соның артына өзі жаңа итергішті қойып итерген кезде ол үлкен бір енді маяға айналады. Кішігірім. Енді ол алқапқа байланысты қандай шөп сол. Бірақ негізі бұл тұрмауыш өте қолайлы. Шөппен айналысқан кезде, яғни бір үлкен волок қылуға сондай септігі әсері жақсы соған. Былтыр шөп шапқан кезде бұны ремонттаған болатынбыз. Мына жерлерінде сваркелеп, мына жер. Бұл негізі бұл анау тракторге жақын жерге көп тие бергесін бе екен. Анау бірінші мына жері өзі бөлініп қалған болатын, алынып. Сонда мына жасылы ғана қалған мына жерде. Міне мына жері. Мына өзінікі міне. Осы жері ғана қалды, мына жасылдан бастап. Мына өзі алынып қалды. Сосын оны мына жерден кеп, Алланың қалауымен сваркелей қойдық. Мына жерден тиісіп. Сосын оны артқа қарай қойдық, нагрузка. Оған сондай қатты түспесін деп. Мынау біріншімен анау соңғысына орындарын ауыстырдық. Яғни мынау соңғысында тұрды. Анау сваркеленген, ол біріншісінде тұрды.